Қалайсыздар халқым, жұлдызды ақиқатқа қош келдіңіздер. Сөзді бастамас бұрын подписаны басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше біз сөзімізді бастаймыз. Мақтанып қоямын. Ерке Есмахан күйеуі Райымның әкесіне су жаңа көлік әпергенін айтты. Бұл туралы Ерке Есмахан Instagram парақшасында хабарлады. Ең алдымен ол тұрмысқа шыққалы бері барлық мәселені күйеуім шешетінін айтып жеткізді, мақтанды. Сәлем берді халқым, қалайсыздар? Ораза айда ораза айға жете берейік. Ниеттеріңіз қабыл бола берсін, періштелердің құлағына шалына берсін. Әмин. Күйеуге шыққалы бері рахат екен ғой, білмей жүр екен ғой. Бұрын жанталасып, әрдеңені бір ойлап, бірдеңені қалатындай шауып жүре беріппін. Ақша табамын, асыраймын деп. Қазір бәрі күйеуім шешетін болды, Аллаға шүкір. Одан да сайын еркелеп, назданып жүрмін күйеуіме. Айтқаннан шықпай, тіпті инстаға да шықпайтын болдым. Әке анамыз Еркенің қайын атасының мен енесін, қайын інілерімен күшті демалып, қыдырып, Алматыдан Оралға қайттық. Әкемізге су жаңа көлік әперді. Мақтандық, марқайдым. Күйеуіміз екеуміз қуаныштымыз. Сіздерге осы видео ұнаса, тіркеліп комментарий жаза кетіңіздер. Лайк баса кетіңіздер.